шетінен сатқын. Бұл бір жағынан жақсы бұлар кіргендерін жаңағы. Мыналар өздерін қазір белгілеп жатыр. Бог шелім үметет дейді, міне, Құдай жексұрынды келбейді дейді, міне, бұлар қазір өздері шығып, біраз адамдар екі ойды болды ғой, ойбай, бұлай шығар деп. Мына спектакльдерін өткізсін, сосын бұлар жаңағы халық түсінеді. 4 жылдың ішінде 7 мынау электоралды жаңағы нені жасап жатыр ғой жағдайда сайлау. 7 қараңыз, 3 президент сайлау, міне, 4 жылдың ішінде 2 парламентті сайлауы, 1 референдум, 1 құрылтай. Ол не керегі бар? 1 жылдың ішінде 1,5 жаңағы осындай әрекет өткізеді. Басқа мемлекеттерде 4 жылдың ішінде уақытында 1 сайлау болады да, болды. Сол үкімет жұмыс жасайды, жаңағы партиялар, бізде ешқандай партия жоқ. Мынау Нұр Отан, жаңағы Аманат, ол партия емес. Мынау кім, мен жақында материал шығарам, кім Ермұхамед Ерсікбаев жөнінде дәлелдеп берем, көрсетіп берем жаңағындай. Бөлшектеп, не жасап, препарирование дейді ғой жаңағы бағаны ғалымдар ашып қояды да көрсетеді студенттерге. Мен солай көрсетіп берем бұлардың өтіріктерін. Құрметті достарым, саяси сауатты болуымыз керек. Саяси сауатты болмаса, мінекей, бізді алдай береді осылай. Мен тағы да шыңкиіп тұрған не себепті Мұхтар Әблязов шақырып жатыр. 20 жыл өзінің кеудесін қағып жатыр ғой. Таза мынау үнсіз жүрді, жанына боты. Кеше 2 күн болды, шықты. Сайлауға қатысайық, біргейік деп тағы да. Былтыр 1 қыркүйек күні Тоқаев жариялады ғой, президенттік сайлауын жариялады 20 жаңа қарашаға. Қай күні? Былтыр, Сонда мен 2 қыркүйек күні шықты, бұлар Тайжан, Шорай, біргейік деп, коалиция құрайық деп. Мен сол күні айттым, міне қараңыздар дедім, достар, бұл ешқандай оппозиция емес. Бұлар үнсіз жүрді, сол Тайжан, сол жаңағы басқалар ешқандай болған жоқ. Билік жариялағанда сол күні шығады да, тура 2 ай секендейді, бүргілі сияқты секіріп бұлай. Сосын жоқ болып кетеді. 2 айға жеткен жоқ, мен қателестім. 3 рет жиналды да, болды коалиция деп. Ал мынау парламент сайлау үні жоқ біреуінде. Таза атымен жоқ, жоқ болып кетті. Сондықтан не деген сөз? Бізде азаматтық қоғам құрылған жоқ. Ал мынау үшінде жүргендер секендеп жаңағы Тайжан, Рысбек Сәрсенбай, мен оларға сараптама бердім. Бұлар оппозиция емес, бұлар мүмкін кезінде ақ ниетпен шыққан шығар. Бірақ бұларды сындырды, бағындырды, бірақ ұшты ложаға тықты, бұлар кастрацияны өтті, піштірді бұларды. Сөйтіп бұлар ешқандай зиян келтірмейді. Сол Тайжаным болсын, басқасы болсын, олар ішіне кіріп, ішіне жүре береді, бұлар әтектер, саяси әтек. Ешқандай зиян бұл жүйеге бұлар келтірмейді.